Үйшік. Самуил Маршак. Бұл орманда болған оқиға еді. Ашық алаңқайда кіп-кішкентай ескі үйшік тұрған. Бірде оны қасынан жүгіріп өтіп бара жатқан кішкентай тышқан көреді. Тышқан тоқтап: "Сүп-сүйкімді кіп-кішкентай бұл үйшікте кім бар?" деп сұрайды. Ешкім жауап қайтармайды. Тышқан бос үйшікке кіріп, осында тұрып жатады. Біраз уақыттан кейін үйшіктің маңына секіріп бақа келеді. "Бақ-бақ, сүп-сүйкімді кіп-кішкентай бұл үйшікте кім бар?" "Мен қытырлауық тышқанмын. Пи-пи-пи-пи-пи. Ал сен кімсің?" "Бақ-бақ, мен бақылдауық бақамын." "Кел, бірге тұрайық." Пип-пип. Бақа бақ-бақ етіп бақылдап үйшікке секіріп кіреді. Тышқан екеуі тіл табысып бірге тұрады. Енді үйшік қасына ытқып-ытқып қоян жетеді. "Сүп-сүйкімді кіп-кішкентай бұл үйшікте кім бар?" деп сұрайды. "Мен тықырлауық тышқанмын. Пи-пи." "Мен бақылдауық бақамын. Бақ-бақ, ал сен кімсің?" "Мен қорқақ қоянмын." "Кел, бірге тұрайық, бақ-бақ." Қоян да үйшікке кіреді. Осылай үшеуі бірге өмір сүре бастайды. Алыстан бұл үйшікті түлкі көреді. Ақырын басып, жақын келіп, терезесін қағады да: "Сүп-сүйкімді кіп-кішкентай бұл үйшікте кім бар?" деп сұрайды. "Пи-пи, мен тықырлауық тышқанмын." "Бақ-бақ, мен бақылдауық бақамын." "Мен қорқақ қоянмын. Ал сен кімсің?" "Мен қу түлкімін." "Кел, бірге тұрайық." Үйшіктен түлкіге де орын табылды. Тілі салақтап, айналасына алақ-жұлақ қарап, қасқыр жетеді. Ол есікті қағып, қырылдап даусымен: "Сүп-сүйкімді кіп-кішкентай бұл үйшікте кім бар?" деп сұрайды. "Пи-пи-пи-пи, мен тықырлауық тышқанмын." "Бақ-бақ, мен бақылдауық бақамын." "Мен қорқақ қоянмын." "Мен қу түлкімін." "Ал сен кімсің?" "Мен сұр қасқырмын." "Кел, бірге тұрайық." Қасқыр қысыла, қымтырыла ішке кіреді. Әйтсе де кіп-кішкентай үйшікке бесеу де сыйып кетеді. Барлығы қосылып ән айтады. Тату-тәтті өмір сүреді. Бір күні жидек теріп жүрген аю үйшік тұрғындарының салған әнін естиді. Ол үйшікке жақын келіп, бар даусымен: "Сүп-сүйкімді кіп-кішкентай бұл үйшікте кім бар?" деп ақырады. "Пи-пи-пи, мен тықырлауық тышқанмын." "Бақ-бақ, мен бақылдауық бақамын." "Мен қорқақ қоянмын." "Мен қу түлкімін." "Ал мен болсам сұр қасқырмын." "Сен кімсің?" "Мен Қорбанбай аюмын." "Кел, бірге тұрайық." Аю ары-бері тұрбындап үйшікке кірмекші болады. Бірақ оның басы енгенімен денесі сыймайды. Амалы таусылған аю: "Ендеше мен үйшіктің шатырына шығып тұрайын", дейді. "Жоқ, сен даусың." "Бақ-бақ, қиратасың ғой", деп шырылдайды іштегілер. "Қорықпаңдар, түк те болмайды", деп аю олардың сөздеріне құлақ аспайды. Кіп-кішкентай үйшіктің тұрғындары амалсыздан келіседі. Аю қорбандап үйшіктің төбесіне шығады. Сол-ақ екен, ескі үйшік сықырлап, шашылып қалады. Тықырлауық тышқан, бақылдауық бақа, қорқақ қоян, түлкі, сұр қасқыр
барлығы аман есен үйшіктен шығып үлгереді. Бірақ аюға олар ренжімейді. Барлығы бірігіп, ағаш тасып, шөп жинап, үйшікті бұрынғыдан да әдемі етіп қайта салады. Енді олар берік үлкен үйшік салды. Бірге тұрамыз. Алақай! Балалар, бұл ертегі бізге мынаны үйретеді. Достық пен бірлік бәрінен маңызды. Күшін көп болса, оны сақтықпен қолда. Ал ең бастысы, бірге болсан, кез келген қиындықты жеңуге болады.